балаларыма дұрыс тәрбие беріп, оларды өмірлік күреске дайындап жатырмын. Ертең балам ісімді жалғастырып жатса, депозит емей немене, а? Бәсе. Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Бірақ мен депозитке емес, баламның біліміне ақша жұмсап жатырмын. Мүмкін болашақта менен де ақылды болып кетер. Пап! Не болды? Қайтайықшы қалаға. Қайраш, бергел. Не үшін? Бергел. Қош, үстім шаң болады. Нағашына аумай, ұқсап қалған. Міне, көрші, балаңа ең әуелі білім емес, тәрбие беру керек. Ол тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы деген. Ой, көрші, қайдағын айтасың? Тәрбиенің көкесі мына менде ғой. Әй, қайдам? Ана тәрбиен көліктен түсе алмай отыр ғой, шаң болады деп. Қайрош! Ау! Бергел. Не үшін? Ой, қарсық неме, бергел бер. Амандаспайсың ба көкіңмен? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қалайсызың не сенің? Алейкум салам деп айтпайсың ба дұрыстап? Қайда барасың енді? Машинаға. Бар машинаға. Басқа қайда барам? Ой, қарсық неме. Ана қатынның тәрбиесі. Келе келетіп жүрген? Қой, көрші. Ол ер адамға үш нәрсенің айыбын айтуға болмайды. Әйеліңнің, балаңның және өз үйіңнің. Түсінбедім. Енді әйелің өз таңдауың. Балаң өз қаның. Сенің тәрбиең. Ал үйіңді өзің салғансың. Негіз сәл қателестім. Кішкентайынан жұдырығымда ұстағанымда бұнда ерке тұтай болмас еді. Әй, қайдам. Бүгін ертең балаңды жұдырығыңда ұстарсың. Ал ертең ол ер жетіп, сен қартаясың. Сонда не амал істемексің? Ол үй, көлік, байлық деген балаға мирас болмайды. Балаға дұрыс тәрбиеден басқа еш нәрсе қалдыра алмайсың. Балаңда қарапайым лебізіңмен сыйлата білмесең, қорқаталықтан түк те шықпайды. Сонда не істеуім керек? Әке, мен шақырдыңыз ба? Түскі астың уақыты болды ау шамасы, а? Қазір. Аға, қолыңызға су құйып жіберейін. Рахмет көп жаса. Айтқаныңыз келсін. Қысқасы көрші, балаңды тәрбиелі қылып өсірем десең, ақшаңды екесе аз, ал уақытыңды екесе көп жұмсаған жөн болар. Сөзің жаны бар ереке. Сен балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тоң пішер деген бар. Сондықтан да өзіңді түзе, бала саған қарап бой түзейді. Жә көрші, жүр, шай ішейік. Шақыр ана балаңды.